Суэц каналының астындағы құпия жол Ахмад Хамди туннелі. Бұл туннель 1973 жылғы соғыста ерлікпен қаза тапқан генералдың құрметіне салынған. Бүгінде ол Синайды Мысырдың жүрегімен жалғап тұр. Ахмед Хамди туннелі Суэц каналының астында орналасқан су астындағы жол туннелі. Египет, Суэц маңында. Ол 1983 жылы салынған және 1973 жылғы Йом-Кипур соғысының қаһарманы генерал Ахмад Хамдидің есімімен аталған. Генерал инженерлік жасақтарды басқарды, канал арқылы понтон көпірлерін салуға көмектесті және шайқаста жанын қиды. Бүгінгі таңда туннель материктік Египетті Синай түбегімен байланыстырады және батылдық пен естеліктің символы болып табылады. Егер сіз Египеттің Африка бөлігінен саяхаттап жатсаңыз және сізге Синай түбегіне немесе керісінше Шарм-аль-Шейх, Дахаб, Нувейба, Табадан, Каир мен Александрияға жету керек болса, онда Суэц каналынан өту керек. Мұны әртүрлі жолдармен жасауға болады. Бұрын Хосни Мубарактың атымен аталған көпір арқылы немесе паром өткелдері арқылы, бірақ ең қолайлысы Суэц каналының түбімен өтетін Ахмед Хамди автомобиль туннелі арқылы Суэц каналынан өту. Біз Синай түбегіндегі Шарм-аль-Шейхтан Каирге экскурсияға барғанда біз онымен өттік. Шын мәнінде туннель арқылы жүріп, біз Азиядан Африкаға, ал қайтар жолда Африкадан Азияға көштік. Синайды Израиль 1967 жылы Мысырдан басып алған. 1982 жылы ғана қайтарды. Сол себепті туннельдің алдында бақылау өткізу пунктісі бар. Туннель барлық көлік түрлерін өткізуге мүмкіндік береді. Белгілеген жол ақысы бар. Туннель аймағын полиция мен Египет армиясының бөлімшелері күзетеді. Туннель алдындағы бақылау өткізу пункті видео бейнеге, суретке түсіруге тыйым салынған. Из-за этого момента мы получили визу. Мы были в Азии, сейчас мы будем в Африку. Из континента до другого виза нужна. Если мы были в другом городе, в Каире, эта виза не нужна. Только Шарм-эль-Шейху куда-то в Египет виза нужна. Сильно спрашивают, проверяют. Почему? Потому что у нас единственное положение в Азии находится это Шарм-эль-Шейх. Это значит Шарм-эль-Шейху куда-то в Египет, либо Каир, либо Александрия, либо Люксор, виза нужна. Кроме этого, виза не нужна. Вот, друзья, солнце Африка, мы уже приехали. Наш автобус. Сейчас теперь можно сказать добро пожаловать в Африку. Это мы уже в Африку. Хасанчики, добро пожаловать в Африку. Туннельді 1983 жылы британдықтар салған. Кейін 1992 жылы Жапон жобасы бойынша қайта қалпына келтірілген.